Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге гиролағман жасайтын боламын. Міне осындай гиролағман подлипкасын қалай жасалу жолдарын көрсететін боламын. Өте тез дайын болады подлипкасы. Дәмді. Ең бірінші біз ұнымызды електен өткізіп аламыз. Су құйып, теста қамырымызды дайындаймыз. Суымыздың тұзы тіктеу болу керек. Мен 900 грамдай су қостым. Қамырымыз қатты да жұмсақ та болмау керек. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Міне осылай қамырымызды жақсылап июін қандырып, илеп аламыз, бір тексетіп. Сосын бетін жауып, бір 30 минут қойып қоямыз, илеп болған екен қамырды. 30 минуттан кейін тағы бір илеп алып, осылай қамырымызды тұмалақтап жайып аламыз. Енді кесеміз осылай шетінен. Бірдей етіп осылай кесіп аламыз. Сосын үстіне сұйық майымыз кішкене құйып, қолымызбен кішкене қамырымызды созып, осылай ыдысымызға салып, орап қоямыз. Бәрін осылай кесіп алған тестамызды лағман созамыз, яғни уже лағман ғой. Сұйық майымызды құйып, бетінде сұйық майымызды құйып, осылай тестамызды осылай дайындаймыз. Осылай бір 10 минут тұрса, 10-15 минут тұрса, біздің қамырымыз кішкене жұмсалады. Қамыр иленген кезде тестамыз қатты жұмсақ болмау керек. Қатты болмау керек енді. Кішкене қаттылау болса болады. Негізі жұмсақ болса да болады. Міне, көрдіңіздер ме, 10-15 минутта қамырымыз кәдімгі жұмсарып, міне қолмен созсаңыздар да болады, алақандарыңызбен жайсаңыздар да болады. Осылай тестамызды, лағманымызды созамыз. Міне біз лағман созып жатырық уже. Лағманымыз дайын, міне осылай созып алдық. Енді қайнаған суға тұз салып, осылай пісіріп аламыз лағманымызды. Мінекей біздің лағманымыз дайын. Енді подлипкасын дайындайтын боламыз. Ең бірінші етті бірдей етіп турап аламыз. Және соя құйып, жарты сағаттай осылай араластырып, соя құйып қоямыз етке. Енді пияз тураймыз. Пиязымызды осылай турап аламыз. Чеснок. Пекинский капуста. Болгарский цветной и полугорки қосамыз. Осылай бәрін бірыңғай етіп турап аламыз. Міне бәрін турап дайындап алдық. Енді мұнда жампыл және сельдерей, зеленый лук бар. Мынау базилик. Бұл базиликті турап етке араластырып қоямыз. Енді подлипкасын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған майға томат салып қуырып аламыз. Етімізді саламыз. Етімізде бізге
Soya qo'shilgan, basilik qo'shilgan, жаңа алдыңғы videoda ko'rsatdim. Осылай қуырып аламыз. Сосын чеснок саламыз. Чесногымызды бір қуырып аламыз. Piyaz salamız. Candu salamız. Өте дәмді подливка дайын болады қазір. Иісінің өзі аппетитті ашады. Енді перец, светофор и полугорки. Цветной болгарский и ащы бұрыш. Кішкене тұз саламыз, су құямыз. Дәмін көресіздер енді. Капуста пекинский. Саламыз. Сельдерей, петрушка, зеленый лук салып қуырамыз. Укроп туралатынмын. Осылай подливкасын дайындап аламыз. Бізге ас болсын.